саламатсыздар ма балалар? Мен Жұмағалиева Малика, Жаңаталапқызы бастауыш сыныптың мұғалімімін. Бүгін біз 3-ші сыныптың әдебиетті оқу пәнінен ауыл қызы тақырыбын өтеміз. Сабағымыздың оқу мақсаты өлең, мысал, нақыл сөз, аңыз, бата, әңгіменің жанрлық ерекшеліктерін анықтау. Бүгінгі сабағымызда өлеңнің басты сипаттарын білесіңдер және көркем сөздерді қолданасыңдар. Қарасөз мәтіндегі көркем ой өлең арқылы да беріледі. Бірақ өлеңді қарасөз оқығандай ырғақпен оқымаймыз. Себебі өлең шумақтардан тұрады және ұйқасқа құрылады. Соған сай ырғақ таңдалады. Біз бүгін Тайыр Жарыковтың ауыл күзі өлеңмен танысатын боламыз. Өлеңді шумақтарына сай дауыс ырғағымен оқимыз. Қанекей балалар, сіздер тыңдаңыздар. Көтеріле аспандай, көкте сұрша бұлт көшіп, жерге інжу шашқандай, күміс моншақ шық түсіп. Қайың терек басынан сарғылт тартып жапырақ, жерге түсіп шашылған, жел үрсе тек қалтырап. Бұтақты бүге балбырап, көз тартады көріңіз, алма піскен албырап, маужырап барқыт қоңыр көз. Беті қызыл алмадай, балалары ойнаған, анасындай аймалай, мектеп тұр қол бұлғаған. Майға бөгіп мамырлап, мал қаптаған даланы, қызған еңбек табылдап, қырманның тегіс алабы. Кемеде кешіп комбайн, алтын дария егінді, сүзіп жүр маржан бидайын, күзіміз неткен көңілді. Балалар, өлеңді оқыған кезімізде теңеу сөздер кездесті. Ал теңеу сөздер дегеніміз не? Теңеу де бейнелі сөзге жатады. Оның эпитеттен айырмашылығы бар. Теңеу көбіне дай, дей, тай, тей жұрнақтары немесе бейне, тәрізді, сияқты деген сөздер арқылы жасалады. Бүгінгі сабағымызда теңеу сөздерді табуға байланысты тапсырмалар орындайтын боламыз. Ал енді балалар, қазір біз ауыл күзі өлеңінің авторы туралы танысып білетін боламыз. Тайыр Жарыков ақын, аудармашы. 1908-1965 жылдардың аралығында өмір сүрген. Ол қазіргі Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Жетібай ауылында туған. Ұлы Отан соғысына қатысқан. Балаларға арналған Күн тіл қатты және Теңіз баласы тағы да басқа жыр жинақтары бар. Ал енді оқулығымыздағы тапсырмаларды орындайық. 4-ші тапсырма. Өлеңнен көркем сөздерді теріп жаз, эпитет немесе теңеу екенін анықта. 1-ші бағанда көрсетілгендей, мәтіндегі көркем сөздер мен сөз тіркестерін теріп жазамыз. Және теріп жазған сөздерінің эпитет немесе теңеу екендігін анықтап, белгі қоямыз. Ал енді балалар, эпитет туралы анықтаманы мен қайталап оқып берейін, сіздер мұқият тыңдап алыңыздар. Бір нәрсенің айрықша сипатын анықтау үшін оны көркейтетін, айқындайтын бейнелі сөз қосылады. Бұл көркем сөз эпитет деп аталады. Тексерейік. Мысал ретінде, мен кестеде көрсетілгендей сөздер мен сөз тіркестерін таңдап алып белгіледім. Маржан бидай, қоңыр күз эпитетке жатады. Аспандай, қызыл алмадай теңеуге жатады. Осыған ұқсас, сіздер де осындай жұмыстар жасадыңыздар деп ойлаймын. Келесі 5-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Мұнда кестені толтырамыз. 1-ші бағанда мақал-мәтелдер көрсетілген. Ал 2-ші бағанда осы ойға сәйкес келетін өлең шумақтарын ауыл күзі өлеңнен іздеп табамыз. Мысалға, нөсер алдында найзағай ойнайды мақалына сәйкес оқулықтағы ауыл күзі өлеңіндегі көтеріле аспандай, көкте сұрша бұлт көшіп,
жерге інжу шашқандай күміс моншақ шық түсіп деген өлең жолдары сәйкес келеді. Ал екінші және үшінші мақал-мәтелдерге сәйкес өлең шумақтарын оқулықтан іздеп табамыз. Енді балалар 5-ші тапсырманы тексерейік. Жемісі көп ағаш бұтағы төмен мақалына сәйкес келетін өлең шумағы: бұтақты бүге балбырап, көз тартады көріңіз, алма піскен албырап, маужырап барқыт қоңыр күз. Үшінші мақал-мәтеліміз: көктемде түскен бір дән, күзде 1000 дән болады. Бұған сәйкес келетін өлең шумағы: кемеде кешіп комбайн, алтын дария егінді, сүзіп жүр маржан бидайын, күзіміз неткен көңілді. 6-шы тапсырма. Берілген сызбаға сай күз тақырыбына өлең құрастырып көр. Сызбада көрсетілген ұйқастарға сәйкес келетіндей етіп өлең құрастырайық. Балалар, 6-шы тапсырма бойынша ұйқасқа сай мына өлең жолдарын құрастырдым. Найзағай тұр күркіреп, жаңбыр жауды сіркіреп, жеміс піскен албырап, ауызға түскен балбырап. Сіздер де өз өлең шумақтарыңызды құрастыра алды деп сенемін. Берілген сөйлемдегі көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, білімімізді бекітіп, қорытынды жасайық. Қара сөз мәтініндегі көркем ой өлең арқылы да беріледі. Бүгінгі өткен өлеңнің тақырыбы ауыл күзі деп аталады. Теңеу де бейнелі сөзге жатады. Мақалдың жалғасын тап. Көктемде түскен бір дән, күзде 1000 дән болады. Балалар, сонымен сабағымыздың соңында алма ағашы бойынша бүгін бәрін жақсы орындадым деп ойлаймын. Менің көңіл күйім көтеріңкі деген оқушылар жасыл түсті алманы таңдайды. Ал егер де мен тапсырманы орындай алмадым, көңіл күйім жоқ деген оқушылар сары түсті алманы таңдайды. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.